Бауырсақ деген қандай тағамға жатады? Бауырсақ бұл қазақтың ұлттық тағамы, қызым. Әкесі Каусар қызымыздың жасы 5-ке толды. Жасымен бірге сұрақтары да көбейіп келе жатыр. Махаббат пен мейірімнен бөлек бойына ұлттық құндылықтарды да өсіргеніміз дұрыс сияқты. Сен қалай ойлайсың? Әрине дұрыс. Неден бастағанымды жөн қарайсың? Ертең әкесімен қызы болып қыш құмыралар орнына барып келгенде қыш құмыралардың не екенін, қалай жасалатынын үйренсін. Ал біз киіз үй, ұлттық аспаптар, ұлттық киімдер туралы зерттеп келейік. Әрине дұрыс. Барып қайтайық ертең. Анасым, біз қайда келдік? Қызым, бұл қазақтардың ертедегі баспанасы. Киіз үй деп аталады. Киіз үй шаңырақтан, керегелерден, уықтардан және киіздерден тұрады. Киіз үй ертеде біздің ата-бабамыз көшпенді болып өмір сүргендіктен тез оңай жиналып, өздерімен бірге алып кетуге ыңғайлы болған. Қыста жылы, жазда салқын болған. Қандай заттар? Қызым, бұл біздің ұлттық киімдеріміз. Ер адамға арналған шапан, әйелдерге арналған тәжеки. Бұл біздің ұлттық аспабымыз, 2 ішекті домбыра. Бұл біздің қыран, бүркіт. Және сонымен бірге қызым, балалар туылған кезде бесікке саламыз. Бұл біздің бесік. Сонымен бірге ертеде ата-апаларымыз дәл осындай ұршық арқылы жіп иіріп киіз түткен. Ал мынау біздің ұлттық ыдыс аяқтарымыз. Қазір біз сенімен құрақ көрпе тігіп үйренеміз. Міне қызым, біз сенімен көрпеше жасадық. Бұл біздің ұлттық оюымыз қошқар мүйіз деп аталады. Қандай әдемі, түсі де керемет екен, иә?